Assalamu alaikum. Bizde Lada Granta. Бұл Грантаға қазір біз кондиционер орнататын боламыз. Кондиционері жоқ, 8 клапан. Жылы 2015. Eur бар. Кондиционері жоқ. Вот кнопканың орны бос. Қазір бұл Грантаға кондиционер қою үшін бізге мына заттар керек болады. Қазір көрсетемін сіздерге не керек болатынын. Бірінші керек болатын мына салондағы испаритель. Мына будан алдым. Жалпы новый да бар. Мен будан алдым. Одан кейін бізге керек болатын трубкасы. Вот. Трубкасы Гранта деп тұр. 2015, как раз 2015 жылғы машинамыз. Трубка комплект, салоннан шыққан, радиатордан компрессорге барған трубкалар комплект. Одан кейін бізге керек болады радиатор. Вот, радиатор. Радиатор, испаритель, ішкі сыртқы радиатор керек болады, трубка керек болады. Одан кейін вентилятор. Вентилятор керек. Одан кейін компрессор керек. Компрессор. Мынау компрессор енді бұл Грантаның компрессоры емес, бұл басқа машинанікі, Subaru'дікі. Subaru'дікі моторға нагрузка бермейді. Жақсы суытады. Өзінікі сияқты тартпай қалмайды. Тягасы жақсы болады. Осы кондер қосып тұрса да мотор қатты сезбейді. Ол үшін бұны салу үшін бізге мынау кронштейнді переделка істеу керек болады. Кронштейнге мынандай аргонмен осылай құю керек болады. Вот, 3 тесік. Арт жағы келе береді, кәден к одному. Ал мынау екі алды қолдан құйылады ғой. Вот. Осыны саламыз қазір. Одан кейін бізге мынандай натяжительдің кронштейнімен бірге осыны салу керек. Оны салмасақ ременді кері алмай қаламыз. Осыны саламыз қазір. Одан кейін бізге керек болатын тоқ жағынан не керек? Мынау кнопка керек. Бұл кнопканың қазір кондиционердің кнопкасы и провод керек. Одан кейін реле жинаймыз қазір. Ішке 2 реле жинаймыз тоқ жағынан. Сіздерге қазір көрсетеміз қалай қою керек. Тоқ жағын қалай жинау керек. Қазір видео барысында көрсетеміз. Вот бамперін шештік. Генератор кронштейндерін шештім. Вот мынау генераторның кронштейні. Мынау компрессорның кронштейні. Бұл старыйдікі ғой. Қазір салатын біздегі мынау кронштейн генератордікі. Ал мынау компрессордікі. Установка барысында компрессорды қою, кронштейнді қою, системасын жинау жалпы қиын емес. Жалпы бұл жерде ең қиыны электричество. Электричествоны жалпы подробно көрсете алмадым. Жалпы тоқ жағын схемасын шығарам неде. Сонымен сол арқылы жинадық жалпы. Через EBU арқылы жинаймыз. Алдай прямой қып жалғап қоюға да болады релемен кнопканы. Бірақ отключение беру керек компрессор. Ысып кеткенде, суып кеткенде. Сол жағын мән береміз. Радиаторды қойдық, вентиляторды қойдық. Компрессорды қойдық. Қазір ремень керейін деп жатырық.
Одан кейін трубкалерді саламыз. Трубкамен радиатор салонға отырғызсақ почти бітіп қалды. Грантамызға кондерді полный установка жасап біттік. Компрессор қойылды, компрессиясы әдемі жасап тұр, әдемі суытып тұр. Трубкалері мұздай. Компрессор өшіп қосылып жатыр. Қазір сіздерге салондағы температурасы көрсетем, қаншаға түсіріп жатқанын. 5 градус, 4 градус, 5 градус ұстап тұр салонның температурасы. 2-де тұр. Компрессорымыз қазір өшті. Қазір температура қазір өшті. Компрессорымыз қосылды. Компрессор отключение берді. Қазір қосылады. Қараңыздар. Вот оборот көтерілді. Вот через EBU, егер бұл негізі заводтан болмаған несі, кондері. Біз с нуля қойдық. Мына жерде EBU болады. Через компьютер істейтін қылып жасадық. И через EBU жалғанбайтын болса, мына оборот көтерілмейді мынау. Осы схемамен қарап жалғадық. И одан кейін өзі қазір 4 градусқа дейін, 4-те 5, 4-те 6-ға дейін барған кезде компрессор отключение береді. И қайтып ысып кетсе қайтып қосылады, солай отключение береді, қосылады, отключение береді, қосылады. Солай жасайды болады заводской. И одан кейін бұған біз кондиционердің компрессорын басқа машинакін салдық. Subaru'дікін. Моторда нагрузка жоқ. Моторға нагрузка салмайды. 4 градус ұстап тұр ғой салонда. Отключение береді, отключение. Компрессор қосылған кезде оборот көтеріледі. Бұдағы компрессор Subaru'дың компрессоры салынған. Моторға, вообще мотор сезіп тұрған жоқ, кондер қосылып тұрған. Мотор вообще нагрузкасы жоқ. Қазір вентилятор істеп тұрған жоқ, ол қатты қызған кезде ғана жасайды. Ал қазір алдыңғы вентилятор істеп тұр. Мотор 8 қылағын, кондердің өшіп қосылып жатыр. Бірақ моторға нагрузка түсіп жатқан жоқ. Егер өзінің компрессорын салынатын болғанда, компрессор кәдімгі дірілдеп қалатын. Отключение беріп қосылған кезде қатты дірілдейді. Ал бұда дірілдеу деген жоқ. Кәдімгі мотор сезбейді. И тяга светофорда тұрған кезде, тяга бағанағы газды басқан кезде бағанағы оборот алуы әдемі. Вот біздің адресіміз Шымкент қаласы, Бауыржан Момышұлы 60. Егер жасататын болсаңыздар, келіңіздер.